Әйел жыныс мүшелерінің қабыну аурулары бұл инфекция әсерінен дамитын патологиялық жағдайлар. Бұл аурулар әйелдер арасында өте жиі кездеседі және уақытында емделмесе, ауыр асқынуларға алып келуі мүмкін. Бұл аурулардың негізгі себептері әртүрлі инфекциялар. Оларға бактериялар, вирустар, саңырауқұлақтар, сондай-ақ жыныстық жолмен берілетін инфекциялар жатады. Сонымен қатар жеке гигиенаның сақталмауы, иммунитеттің төмендеуі, жиі суық тию, гормоналды өзгерістер де қабынудың дамуына әсер етеді. Қабыну процесі әйел жыныс мүшелерінің әртүрлі бөліктерінде дамуы мүмкін. Мысалы, сыртқы жыныс мүшелерінің қабынуы, вульвит, қынаптың қабынуы, вагинит немесе көлпит, жатыр мойынның қабынуы, цервицит, жатырдың қабынуы, эндометрит, ал жатыр қосалқыларының қабынуы, аднексит немесе сальпингофорит деп аталады. Бұл аурулардың клиникалық белгілері әртүрлі болуы мүмкін, бірақ жиі кездесетін белгілеріне іштің төменгі бөлігінің ауырсынуы, қынаптан бөліндінің көбеюі, және оның түсі мен иісінің өзгеруі, қышу, күйдіру сезімі, дене қызуының көтерілуі, жалпы әлсіздік жатады. Кейбір жағдайларда жыныстық қатынас кезінде ауырсыну байқалады. Егер бұл аурулар уақытында емделмесе, олар созылмалы түрге ауысып, бедеулікке, жатырдан тыс жүктілікке, кіші жамбас ағзаларында жабысқақ процестердің дамуына және басқа да асқынуларға алып келуі мүмкін. Диагностика жүргізу үшін міндетті түрде дәрігер-гинекологтың қарауы қажет. Сонымен қатар зертханалық анализдер, қынаптан жағында алу, ультрадыбыстық зерттеу, қажет болған жағдайда қосымша тексерулер жүргізіледі. Емдеу кешенді түрде жүргізіледі. Оған антибиотиктер, қабынуға қарсы дәрілер, жергілікті антисептикалық ем, сондай-ақ иммунитетті күшейтетін препараттар кіреді. Кейбір жағдайларда физиотерапия әдістері де қолданылады. Алдын алу шаралары өте маңызды. Ол үшін жеке гигиенаны сақтау, қауіпсіз жыныстық қатынас, суықтан сақтану, дұрыс тамақтану және иммунитетті нығайту қажет. Сонымен қатар, жылына кемінде бір рет профилактикалық тексеруден өтіп тұру ұсынылады. Қорытындылай келе, әйел жыныс мүшелерінің қабыну аурулары дер кезінде анықтап, дұрыс ем жүргізуді қажет ететін маңызды мәселе. Сондықтан өз денсаулығыңызға мұқият қарап, уақытында дәрігерге жүгіну өте маңызды.